Hayırlı күн достар. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Көзіңіз іріңдесе аскөк тұнбасымен емдеңіз. Көзге инфекция түскенде қышып, қызарып, жасаурап, іріңдеп белгі береді. Мұны дер кезінде емдемесе ауру асқынады. Жоғарыдағы белгілер байқала бастағаннан ақ дәрігерге тексерілуге асығыңыз. Ал одан бөлек үйде мына әдісті қолдану арқылы көзіңізді вирустан қорғай аласыз. Алоэ бірде-бір көлемде балғын алоэ шырыны мен қайнаған суды араластырыңыз. Дайын болған емдік сұйықтықты күніне 4-5 рет көзіңізге тамызасыз. Калонхоэ шөбін сығып сөлін аласыз. Сосын 2 тамшыдан мұрныңызға тамызасыз. Ал балаларға қолданар алдында бірдей көлемде қайнаған сумен араластыруды ұмытпаңыз. Емді тәулігіне 1 рет қолдану керек. Түймедақ 3 ас қасық кептірілген түймедақ гүлін 1 литр қайнаған суға салып, тұндырып қоясыз. Тура 1 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, мақтаны малып көзіңізге қоясыз. Таңғы шылы болу керек. Емді күніне 2 рет ауруыңыздан жазылғанша жалғастырасыз. Жебір шөп 1 шай қасық кептірілген жебір шөпті 200 мл қайнаған суға саласыз. Ыдыстың бетін жауып 30 минут тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды сүзіп алып, көзіңізді емдейсіз. Емді күніне 2 рет жасау керек. Шай 1 стақан қайнаған суға 1 шай қасық құрғақ шай салып демдейсіз. Әбден қызарған кезде іріңдеген көзіңізді жуыңыз. Емді тәулігіне 4 рет жалғастыруға болады. Аскөк бірдей көлемде аскөк, лабыр жапырағын және фенхел дәнін араластырыңыз. Оларды жақсылап үгітіп алыңыз. Оның 1 шай қасығын 1 стақан қайнаған суға демдейсіз. Шамамен 30 минуттан соң дайын болған сусынды сүзіп алып, көзіңізге жуасыз. Кешке жататын кезде мақтаға малып алып, көзіңізге басыңыз. Фурацилин дәрісін ыстық суға салып ертесіз. Жылыған кезде көзіңізді жуыңыз. Кез келген дәріханада сатылатын бұл сары дәрі өздеріңіз білетіндей антибиотик болып табылады. Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.